Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бірге үй жағдайында екі ғана нәрседен тұратын балмұздақ жасайтын боламын. Қазір жаз мезгілі, күн қатты ысыды, барлығымыз жақсы көріп іздеп жейтін мороженойды өз қолымызбен жасайық. Ол үшін бізге 200 грамм қаймақ 20%-тен жоғары майлылықта болғаны жақсы. Өз-өзін жақсы ұстап тұруы үшін бізге 20%-дан жоғары майлылықтағы қаймақ қажет. Және бізге керек екінші затымыз ол сгущенка. Сгущенканың да сапалы болғаны дұрыс, сонда балмұздақтың дәмі ерекше әдемі шығады. Магазиннен алған мороженойларға сенімсіз болсаңыздар, қандай жағдайда жасалғанын білмей жегілеріңіз келмесе, үй жағдайында осындай екі ғана заттан тұратын мороженойды өз қолдарыңызбен жасап алуға әбден болады. Осы екеуін бірге миксермен жақсылап миксерлейміз. Өз қалпын 2 есе жоғары көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Осылай көпіршіктеніп, өз көлемін 2 есе жоғары көбейткенше миксерлеуді тоқтатпаймыз. Байқасаңыздар, көлемі жаймендеп жоғарылап көтеріліп келе жатыр. 2 есе көтерілгеннен кейін мороженойдың дәмін келтіру үшін, оған ерекше дәм беру үшін Орео печеньесін майдалап үгіттіп осыған қосатын боламыз. Қосып, тағы да бір жақсылап араластырып, оны беті жабылатын ыдысқа салып, тоңазытқышқа сақтаймыз. Печеньені салып әбден жақсылап араластырып аламыз. Құрамындағы қоспалары бір-бірімен жақсылап араласқаннан кейін, оны арнайы немесе үйдегі беті жабылатын кез келген ыдысқа құйып, тоңазытқышқа кемі 5-6 сағатқа сақтап қою керек. Барлығын осылай араластыра отырып құйып алдым. Менде бұл осындай сырдың 2 ыдысына жететін көлемде мороженое шықты. Барлығын құйып болғаннан кейін тоңазытқышқа кемі 5 сағатқа қойып қою қажет, сонда жақсы қататын болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай 5 сағат уақыт өтті. Балмұздақ дайын. Енді ыдысқа салып, балаларға жеуге ұсына беруге болады. Барлығыңызға ас болсын, осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.